қызығушылық, ұмтылушылық, ізденушілік болмаса, пайдасы жоқ. Білмеймін деме, білемін деп тұрып ізден деген. Егер білемін десең, өзің ұялғаннан соны істеп бересің. Көпшілік адам бұндай тарау бар ма деген сұрайды. Онлайн курсты сатып алып оқып атқанлар ешқашан мобилограф бола алмайды. Сертификат деген зат рөл ойнамайды мобилографияда. Ракурсный зат өзі деп сұрайсыздар. Ана мобилографқа айтсаң, уже ми загрузка. Мобилография тарауында ең қымбат алынған сөмкім $400 болды бір кішігірім фирмаға. Мобилография бұл тез һәм сапалы. Мен Айбек Өтеулиев, мобилограф, мобилографиядан өзім ментор болып істеймін. Азыр одан тысқары видеограф, видеомонтаждармен шұғылданамын, және бір осы тарауға байланысты режиссерлік лауазымына иемін. Мобилограф деген негізі мобилография деген тарау видеография деген тараудан келіп шыққан болып есептелінеді. Мәселен, видеографлар осы күнге дейін камерамен істеспеген болса, азыр кейінгі уақытлары заманның рауажлануына қарай телефонлардың камералары һәм процессорлары рауажланып келгеннен бастап, уже телефоннан видео түсіріп, монтажланып бастағаннан кейін уже мобилография тарауы уже кіріп келген. Мобилография негізі ең бірінші телефоннан сурет түсірілуден басталған. Мобилографияның Қарақалпақстандағы орны меніңше көпшілік ойлайды, мобилограф бұл әйтеуір телефонда бір-екі монтажды білсем, яғни жаңағыдай затлар істеп білсем, не қыламын? Мобилограф болып кете беремін дейді. Мобилография Қарақалпақстандағы орны бөлек һәм енді рауажланып келатқан, енді кіріп келатқан тараулардың бірі болып есептелінеді. Идеяны көбінше музыкалардан және YouTube тармақтарынан және өзіме дерек адамдардан аламын, және өздігімнен, мәселен, бір адамда болады ғой, бір қосық естіп отырсаң, яки бір заттан тәсірленсең, сол затлардан көбінше идея келеді. Және бір затты көріп тұрсам, уже сол жердің атмосферасын білмеймін, өзімнің ішімде сондай нәрсе бар. Барған жерімде идеологиям сондай қатты өзгеріп кетеді, өзімді как камерадай көремін. Мысалы, көзімменен бұл жерде қандай ракурслармен түсіру керек, мына жерде қандай незатлармен түсіру керек, ол ма өзім сондай рауажланып кеткенмін. Неге де сондай? Идеология уже сонымен бірге келе береді. Мәселен, мобилография ең төменгі енді баслангыч мобилографлар айлық дараматы 1 миллион сом болса керек деп ойлаймын. Енді өзің істеген жұмысына қарап. Орта стандарт мобилографлар где-то 2-2,5 миллион сом болса керек. 2,5 атырап болса керек. Енді жоғарғы стандарттар болатын болса, жоғарғы сападағы мобилографлар болатын болса, ол ең кемінде бір проект я болмаса бір айлық жұмыс табатын болса, 3-4-5 атырап болса керек. Өзімде 1-2-3 проектім бар өзімнің. Мәселен, айлық дарамат деп азырда менторлық жұмысым бар. Одан кейін үкіметтегі жұмысым бар. Одан тысқары 1-2 проект апылған проектлерім бар. Ол жақтардан келетін дараматларды есептелгенде общий суммасы так анаяқтан 6, анадан 3, 2,5 майда шүйде табыстарды есептелгенде где-то бір 15-16 миллионда айлық дарамат болса керек. Келеді, бөлініп жоқ болып кете береді. Бірақ көзге көрінбейді, бірақ сол дәрежеде ақша табасың. Қазіргі уақытта Қарақалпақстанға шартлы түрде керек деп ойлаймын. Себебі уже заманның рауажлануыменен сырт елге шығып жатқан, мәселен, блогерлер рауажланып жатыр. Біздің Қарақалпақстанның өзінде тек біздерге YouTube блогерлік азлық етіп жатыр. YouTube'да блогерлер аз. Көбінше Instagram тармағында блогерлер актив. Блогер, вайнер, тағы бір басқа затлар. Көпшілік адам ойлайды, жаңағыдай мен блогерман, мен вайнерман,
Сонысында өзіме мобилографиядан хабарым бар, өзім түсіре беремін дейді. Мобилография деген почти өзінің бір камера, оператор, монтажер есабы. Не дейді, мобилография Қарақалпақстанға керектілігі сол дәрежеде качествоны жақсы жеткеріп беру, халыққа жеткізіп беру үшін. Қарақалпақстанда мобилографияны көбінше керек болатын тараулар магазиндер, енді социал тармақларда рекламалар күшлі болу керек. Мен себебі социал тармақлардан пайдаланады. 100% адам почти пайдаланады. Енді соларға основной мобилографлар магазиндерге, тағы бір тойханалар болсын, бизнесмендер болсын, соларға көбінше мобилограф керек деп ойлаймын. Қарақалпақстанға бірақ шартлы түрде мобилографлар обязательно керек. Қарақалпақстанда мобилографияның базары еле толып болған жоқ. Себебі сапалы бар, сапасызлары бар. Мәселен, сапалылары теориялық білімдерге иесі, сапасызлары теориялық білімге ие емес. Көпшілігі мен мобилографпан и телефон, айфон алса болды қолым. Мен мобилографпан, уже видео түсіремін. Ол затлар қате деп ойлаймын, себебі алдын видео түсірген, яқы түсірмегеніне байланысты емес. Мәселен, мектебін алсын, мектебін ұстаз көрсін, қандай не затлар көру керек, не затлар істеу керек. Теориялық білімдер болмаса, мәселен, видеомейкерлікта мен өзім жаңадай принципім бар, сценарий болмаса жұмыс істемеймін. Мәселен, өзім миымда сценарий жазатын болсам, өзім істей аламын болсын. И шәкіртлеріме де созатты айтып келгенмен, ең бірінші біздерде оқушыларменен операторлықты үйренеміз, түсіріп үйренеміз. И одан кейін бұл кадр ізбездігін монтажлап үйренеміз. Ізбездікті түсіріп үйренгеннен кейін монтажлап үйренеміз. И одан кейін түсіндіріп берілді ма, ізбездік не үшін түсірілді? Сценарийда да сонда ізбездік келу керек. Созатты шәкіртлерге түсіндіруге әрекет едемін, бірақ көпшілігі түсінеді, көпшілігі түсінбейді. Мәселен, мобилографияның теориясы қандай болады? Мобилография видеомейкерлікпен почти бірдей есап. Енді мобилографияда камерада қолында, компьютермен қолында бол. Базары толды деп айта алмайсың, бірақ елде кіріп жатқан жастар бар, ізімісте балалар бар, зордан зор шығады дегендей. Мәселен, ертең менен зор шығуы мүмкін. Біздерден зор барам шығады. Көрмей жүрген жағымыз. Бірақ Қарақалпақстанда мобилографияның базары толып қалса, өзі сырт елдерге шығуға имканиятлары бар. Мәселен, мобилографияның теориясын жақсылап үйренетін болса, уже өзінің жұмысларын, өзінің рекламасын күшейте алса, сырт елге бар жұмыс істеуге болады. Мәселен, Ташкент, Самарқанд. Әзірде мақтанып айта аламын, біздің бір-екі шәкіртлер бар, сырттан істеп жатқан. Самарқанд қаласында әзірде мобилограф болып жұмыс істеп жатыр. Ол жақта шәкірт даярлап жатыр. Мобилографияның базары елі толған жоқ. Себебі жетерлі білімге ие емес мобилограф көп. Көп деп есептеймін. Нүкісте, Қарақалпақстанда. Қарақалпақстандағы ең жақсы топ 3 мобилограф. Бірінші орынға мен мобилограф деп айта алмаймын, бірақ мобилография тарауына да қадем басып жүрген инсанлардың бірі, және өзінің теориялық біліміне де ие видеомейкерлікпен шұғылданады. Хаким Ержанов деген ініміз бар, сол бірінші орынға қоятын, егер теориялық білімдер күшлі жағын алғанда. Екінші орынға Асатбек Асылбеков деген бала бар, соны қойсақ мақұл болады. Үшіншіге намзадыларды еле көрмеппін. Үшіншіде Илма теориялық жақтан алып қарағанда жоқ деп есептеймін. Мобилография жас таңламайды, себебі көпшілік адамдар қазіргі заман талабына сай телефондарды ұстап жатыпты, заман талабына уже жұмысларым соған алып келіп жатыпты. Мәселен, ең кішкентай оқушым 2009 неше жас болады? 13 жас па? Ең кішкентай оқушым, осы уақытқа тәрілген ең кішкентай оқушым 13 жасар бір бала болды. Ең үлкені
менимче алжаспасам 82-нің бір кісісі болған шығар. Ол кісі келіп оқыды, азырде соға бойынша өзінің жұмысын алып барып отыр. Себебі ол үлкен кісі болуына қарамастан келген өзінің негізгі тарауы журналист болып істейді. Журналист болғанда да пресс-служба сондай бір мемлекеттік жұмыста істейді. Пресс-служба өзінің жұмыстарын азырде өзінің қолындағы Samsung телефонмен істеп неге эфирлерге ұзатып шықты. Жаңа ең кішкентай оқушы дегенім ол азырде өзінің жаңағыдай вайнлары болады, өзінің рекламаларымен шұғылданып шықты. Мобилографияда қыз балаларымыздан бар, жас келіншектер, үлкен жаста апайларым бар. Менде мектепте мұғалім оқыды. Мен баста ең бірінші сабақ бастамастан бірінші сабақта біздер оқушылармен танысу болады. Қандай, не үшін сіз мобилографияны сайлайсыз деген. Не үшін, неге сізді бұл жерге тартып алып келді, не қызықтырды сізді деген сұрау бар емен. Мынандай видеолар істегім келеді. Ол келіншек айтты, мектепте біздерге видеороликтен көптеген тапсырма болады. Сондайларды өзім істеуім керек. Мейлі, сондай зат, олма қызығушылығым барды. Қазірде өзінің семейный видеоларынан істейді, тағы басқа нелерінен істейді. Қызлардан азыр көпшіліктің арасына танылып үлгерген сайтларда да өзінің атлары шығып жүрген оқушымыздың Sunshine Mobilograph деген Дилпуза Жұмағалиева. Яғни ол қазір өзінің Технопостта мобилографша қызлар мобилограф курсын ашты. Солармен әзірде тек қызларменен ол шұғылданып жатыр. Егер менде де өзімде де әзірде қыз оқушылар даярланып жатыр, бірақ дегенменен көпшілігі сол біздің оқушы шәкірт қызға бар. Олар даярланып жатыр. Мобилография тарауында қызлардың орны көбінше үйінде отырып өздерінің бизнеслерін жүргізетін магазин, шоппингларды істейтін қызлар болса, сол затлар мобилография оларға керек болып тұр. Социальный тармақтарда өздерін ауажландыру үшін. Оффлайн курс жақсы деп ойлаймын, себебі оффлайн курста теориялық білімдерді анық, тынық, амели білімдерді анық, тынық жеткеріп бір-бірімен алалады. Ұстаз бен шәкірт арасында байланыс болады. Онлайн курсты сатып алып оқып атқанлар ешқашан мобилограф бола алмайды. Себебі онлайн курста қара сөзбенен және теориялық білім болмай қалады. Тек одан түсінік алу мүмкін болған. Мобилография не екенін түсіну мүмкін. Онлайн курсты сатып алғаннан офлайн курста арзанлау барып өзімізде келіп оқыған мақұл. Кімде оқысын, бірақ кімде оқыса да сол теориялық білімменен амели білімді тең ұстап жүрген жақсы да. Енді онлайн курсты көпшілік мобилографлар мен мынандай курсты сатып алдым, мен мынандай оқыдым, мынандай курсын қымбатқа сатып алдым, мен оқыдым, мен мобилографпын. Болды. Сертификатын көрсетеді, онлайн сертификатын көрсетеді, тағы бір басқа қағазға шығарылған. Негізінде сертификат деген зат рөл ойнамайды мобилографияда. Мобилографияда амели білімің, теориялық білімің ойнайды. Мәселен, клиентке түсіндіріп беруің керек, қалай? Теориялық жақтан түсіндіріп берсең, олар клиент сен алады. Анық істей алады екен ғой. Амели жұмысын көрсетесең. Міне менің жұмыстарым, көрің, мына жерде мынандай ракурспен мынандай зат түсірейік деп клиентке айтым, ракурсный зат өзі деп сұрайды сізден. Действительно, ракурсный зат, 0,5 кадр, шириковой объектив кадрларды 2:5, 2:3, 2:9-да түсіріп мына жерде. И киноэффекті 3x деген затлар түсіндіріп берсең, ана мобилографқа айтсаң, уже ми загрузка. Не істеген түсінбей қалады. Онлайн оқығанлар. Енді онлайн оқыдым, болды мен мобилографпан дегендер қате ойлайды. Мәселен, онлайн курста сіздің кадр түсіруіңізді, ракурсларды, неше градуста түсіру керек екенін, мәселен, кадрдан өзінің градуслары бар. Егер 360 градуста түсірілетін кадрлар болады, 40 градуста, 50 градус, 60 градус өтіп өзі санала береді.
жүрүүлөрдүн тактикалары бар өзүнө байланыштуу. Одан кийин көпчүлүк адамдар ойлойт, онлайн курстан жакшылоо билим алдым офлайнга караганда. Биздин шагирттер болду, онлайн курсту сатып алып, 2 айлап, 3 айлап кайта көрдүм, запись экран кылып албам, көрдүм, бирок өзүндө баары бир келип окууга мажбур болдум. Себеп үйрөнө алмадым дегендер болду. Сону мен халкка, адамдарга, мобилограф болгусу келген адамдарга айтатын, илажы барынча онлайн курс сатып алмаган макул. Онлайн курсту качан сатып алады? Офлайн курстан тажрыйба алады, билим алады, теориялык билимге ээ болду. Түшүнүккө ээ болгандан кийин, одан соң өзүнүн онлайн курсларын сатып алса болот деп ойлойм. Мобилограф болуу үчүн тек гана iPhone болуу шарт эмес деп ойлоймун. Себеби мобилографияны мен эң биринчи Samsung G4'те башлаганмын. G3'те башлаганмын. G3'те сондай видеоларды түсүрөмүн, жанагыдай компьютерге салып монтаждайм эмес. Телефондон түсүрүп, компьютерге салып монтаждайм. Тагы бир башкалары болуп, одан iPhone 4 эң башта тренд болуп чыгып келген кезде менин үлкен агам iPhone 4 устайтын. Сол кез iPhone'да түсүрүп, 1-2 видеолар түсүрүп көргөнмүн, өзүм компьютеримде монтаж, өзүм үйрөнүү үчүн башлаганмын. Одан кийин өзүм Samsung устайтым, Samsung'лардан астан келгенден кийин LG телефону менен түсүрүп көрдүм. Redmi менен түсүрүп көрдүм, Huawei, Vivo'лар менен түсүрүп көрдүм. Vivo'лар кеше жакындашып келген. Енді кешеги 2020-га чейин Redmi телефонунан пайдаланып келдим. Redmi и одан кийин эң акыркы Android'дан устаган телефон Poco X3 болду. Poco X3'ден кийин iPhone 11 алганмын, 11 алып, сонун астен өзүм контентлерди баштап кеткенмин. Одан алдынан контентлерди істейтим, бирок качество жагы сәл төмөнү болот. Енді iPhone болуу шарт эмес, бирок Samsung, Redmi'ларда да өзүнүн контентлерин истөөгө болот, качественный кылып истөөгө да болот. Бирок мобилографлар ойлойт, менде болду iPhone болсо, мен мобилограф боло аламан. Android'да койгон түсүрө кыйын, дагы бир башка анысы. Бирок карап турганда Android'да да, iPhone'да да, Redmi'да да, дагы бир башка телефонларда да баары бир сол. Чем iPhone'да качество күчлүү болуу мүмкүн. Instagram тармактарына, Facebook, YouTube'ларга качествосы жакшы болуу мүмкүн, бирок деген менен Redmi, Samsung'ларында качествосы калышпайт. Кийинки убакытларда азыр. Samsung телефонларынын жакшы камералары да чыгып кетти, процессорлору жакшы, Redmi'лар уже iPhone'га теңдешип жатып астан-астен. Бирок деген менен iPhone'ун баары бир iPhone. Енді өзүнүн сапалуу жумушун дагам эттерүү үчүн, халктын алдына чыгарып беретін видео болгон үчүн, жоопкерчиликтүү болгондон кийин iPhone алуу обязательно болуу керек бирок. Мобилографияны көбүнчө мен өзүм курсту баштап аткан кезимде көпчүлүк адам мындай тароо бармы деген суроо берди. Кандай тароо өзү деген суроолорду берди. Сол кезде мен түшүнүк бергенмен, мобилография бул тез һәм сапалы. Потому что мобилография видеографиянын бир келеси. Просто сонун ахлагы дегенди, кийинки аулияты деген. Түшүнүк бергенмен, сиз камераны, видеомейкерлер камерада түшүрүп келип, компьютерга эгер захватты алып, кийин оны монтажлап, кийин халкка чыгарып беретін болса, мобилограф сизге сол жерде видео түсүрөдү, сол жерде монтаж істейді, сол жерде конусқа тапсырады. Тез һәм сапалы деген сол. Сондай кылып түшүнүк бергенмин. Енді азыркы күндө бир тарауга айланып болду деп ойлоймун Каралпакстанда. Себеби сен кәсібің не, сен кімсең деген кезде мен мобилографпын деп жооп бере аламын.
анық. Һәм біздің оқушыларым бар, шәкіртлерім бар бір қатар. Солар не қылады, егер жұмыс іздейтін болса, мен мобилографпын, сізге мобилограф керек пе, осындай тарауыңызды жүргізіп беретін болса, біздің қасымда мынандай командам бар, осылармен бірге істесеміз. Егер сізге осындай не қылатын болса, маған хабарлассаңыз болады. Тағы бір блогерлердің қасында жүрген шәкіртлерім бар. Оларда сол блогерлер уже вайнерлер мобилограф болмаса істей алмайтын болып қалды. Себебі әммесі сол мобилографтан бітеді. Почти бір кәсіпке айланып болды. Мобилограф деген бір видеограф дегендей тарау болып Қарақастандар аузынан келатыр еледе. Мобилография тарауында ең қымбат алынған съемкам $400 болды. Бір кішігірім фирмаға реклама түсірдім. Ярым сол телефонмен фотода түсіріп жүрдім, видеода түсіріп жүрдім. Оны iPhone 13 Pro Max-та түсірген. Сол кезде таярлап қолына беріп жібергенбіз. Жора сериалының оны көпшілік адам маған сұрау береді. Ол сұрауды негізі маған емес, оны актерлар мен сценаристерге берген мақұл деп ойлаймын. Себебі мен ол жерде түсіру, монтаж жұмыстары һәм режиссерлік алып бардым. Айрым себептерге көре актерларымыздың тойларға шығып кетті. Өзім жұмыстарыммен бәнд болып қалдым. Өзім курсларыммен бәнд болып қалдым. Жора сериалы Құда қаласа, екінші сезонда уже азыр тоқтап қалғанына ровно 1 жыл болды. 14 январь, 16 январьларда уже 1 жылға толады тоқтап қалғаны. Енді осы январь айында Құда қаласа Жора сериалды бастаймыз деген үмітіміз бар. Балалар уже сценарийға түсіп кеткен. Астен балалармен ойласқылар кетіп жатырды. Одан тысқары Сәрсенбек Жеткербаевқа Тамада атлы киносын түсіріп жатырмыз әзірде. Өтеулі продакшн елі жауылған жоқ. Өтеулі продакшн елі алып келеміз. Просто әзірде өзімізге емес, толық күшті шәкіртлерге беріп жатырмын. Өтеулі продакшнды астен келешекте осы 2023-те өзім алдыма план қойыппын. Жеке өзім студиям сол Өтеулі продакшн болып ашылады. Егер Құда қаласа алдымызға қойған планларымыз. Енді Өтеулі продакшн деген өзім азыр видеомейкерліктен мобилография тарауына қосымша кіріп келгеннен кейін Өтеулі продакшнды бірге жүргіземін деген үміт бар еді, бірақ енді основной күшті шәкіртлерге бергеннен кейін, сол оқушылармен бірге жүргеннен кейін өзіме Өтеулі продакшн жүргізу сәл уақыт тығыздау болып қалды. Содан кейін Өтеулі продакшн жауылды деп айта алмаймын, ешкім гарантия бере алмайды. Мен өзім еле ол затты жаудым деп айта алмаймын. Енді өмірім ақырына дейін мобилограф бола алған деп айта алмаймын, бірақ енді адам жас мінген сайын, қартайған сайын, біздің Қарақалпақстан шариғатта қарлылар шығады, бала шағалы боласың. Енді бірақ дегенменен мобилография тарауын қартайман деген алып кетпеуі мүмкін, бірақ енді ізімде қалдырған шәкіртлерім даваметтіреді. Өзім жеке студияма ие болармын, Құда қаласа. Солармен жүртемін. Әзірде бәрібір қосымша үкіметтің жұмысы бар өзімде. Сол үкіметтің жұмысыменен бәнд болып қалуы мүмкін.